30 күн намасың ба? 30 күнде Жоқ, сен айтқан мәселесін тоқта, мына. сонда қазір мойындамайсың да. Жоқ, тип айтып жатыр. Бопты, давай. Қоймасаң машина, Мерседес S-Класс, қоймасаң 7 миллион. Принцип кетіп жатсың ба? Негізі барғызын қайтпан сондай есі барды. Жоқ, сол деген дракон дейсің кіресің. Ай, Тоқта да халық айтты да, мен оларға не үшін дәлел айтып динамайт тұрасың ба, динамайт тұрасың. Ассалаумағалейкум достар, бүгін мінекей өзіміздің бауырлармен, ағайындармен студияға келіп керемет сіздер үшін бір сұхбат алғалы жатырмыз. Танысып қойыңыздар. Сіздермен бүгін мен, Чина және де Гава. Танитын шығарсыздар, осы аптайдың біздің каналға видеоға бірге түсіп жүр. Сіздер үшін керемет контент шығаруға өз үлесін қосып жүрген біздің бауырларымыз десек те болады. Енді жалпы жігіттер, бүгінгі талқылайтын темамыз былай. Көп жерлерде интернеттен қарап отырмын, Қазақстандағы блогерлер жайлы не ойлайсыңдар? Енді менің ойым Қазақстандағы блогерлар жайлы өзі 3 тарапқа бөлем. Тиктокер, Инстаграм, Ютуб болып ше. Енді сол 3 санатқа бөліп отырмын. Ютубты ютубер деп айтады да. Қазір тиктокерлер тез көтеріледі ше. Ютубқа қарағанда кәдімгідей бар ғой. Салат, атып кетеді, ертесіне кәдімгі лицо айналып. Жұлдыз болып шығады. Көшеде көрсең де, ана тиктоктағы адам емес па деп. Даже бар ғой, андай тиктокерлар бар, өзін түсірмесе де машинесін түсіреді да. Сол машинесі арқылы танымал да. Өзін танымайды адамның, бірақ машинесін бәрі таниды. Сон бір жағынан бүйтіп ішім ашиды да кейде. Мысалы біз қанша жылдан бері ютубта видео түсіріп жүрміз да. Кеше келген TikTok келген адам тез өтіріп кетеді да ше. Мысалы біздің Қазақстанда неге солай деймін да? Жоқ, ондай емес, просто мынандай ғой. Сосын YouTube бағаланбайды емес, бағаланады. Ол басқа санаттағы адамдарда. Ал TikTokта жеңіл ғой. Мысалы сені бағалайтын адам басқа, сенімен фотоға түсіп жатады. Жоқ, мысалы қарашы. Фотоға түсіп жатады сенімен. Ал ол TikTokерлермен түспейді, просто таниды, бүйтіп жандай. Мен көргенмін TikToктан айтты, ал сенің дәрежең оң алдында кәдімгі фотоға түсетін адам болып тұруы мүмкін. Сол жағынан бағаланады шығар может деп ойлаймын. Жоқ, мысалы қара, Россияда чем Instagram, TikTok түсіретін блогерге қарағанда ютуберлер қатты бағалайды. Оның ішінде өздерің білетін Литвин, Дима Масленников, сол сияқты. Бұл жерде YouTube блогер аз деген мәселе ғой. Бізде екі-ақ санат, мысалы біз сияқты түсіретін контенттегі жігіттер өте аз, көбінесе барлық ойын түсіреді болды. Басқа Қазақстанда YouTube'да нишалардың бәрі жабық тұр ғой. Осы нишалар негізі ашылу керек. Бірақ қарап тұрсаң ше, блогерлер кәдімгідей бір андай ғой. Енді біреуді жамандаған емес қой. Мініп жатыр да. Алып жатыр үйлерінің машинасын мініп жатыр ше. Сол неге мади мінбейді? Неғып мінбейсің? ютуберсің ғой мысалы. Неге сон көп адам айтады ше? Сонда мен ойлаймын да, біздің Қазақстанда сондай блогер болу үшін обязательно қымбат машина міну керек па? Сонымен есептеліне ма деп ойлайсың? Сонда ғана сен блогер деп сонда сыйлай ма? Мынандай нәрсе ғой, мысалы жеңіл хайп дейді біреу, мысалы сен качествоға мән беріп жатырсың дейсің да, YouTube түсіріп жатырсың. Бірақ оны халық хайпты көп бағалайды ғой. TikToктағы жеңіл видеоларды ше мысалы. Солай істеп те көру керек па, иә? Жоқ, негізі досым бұны бар ғой ше, уже бірінші рет емес, бірнеше рет естіп жатырмын да. Сонда біздің Қазақстанда мынау беделді блогер деп айту үшін обязательно қымбат машина міну керек па? Жоқ, мінгенде мініп жатыр ғой, барлық блогер мініп жатыр да. Мысалы сен неге сол қай жерің мысалы кемсең ше? Гава енді қара Мади ше, негізі мінем десе давно мінетін адам еді. Бұда білесің, проекттер көп та. Мысалы бұны Мадиді Лада арқылы таниды ше, халық көбісі келеді да көшеде. Бірақ сен Лада түсіретін адам емессің ба деп. Ол кезінде көрдің ба? Көрдің ба? Ол сол арқылы елге тоже танымал болып жатыр да. Ол кезде проект болды. Лада проект істейді, Приораны жинады, жүгірей, Нева жинап жатыр қазір. Енді қара. Елге қызық. Одан ол Приора жинаған кезде ғана болды. А қазір жоқ, өш түсіне берсең болады да. Мінсең болады машина. Мінбейсің ба сондай нормальный машиналар мысалы? Сонда сен ойыңша нормальный машина деген ол қандай болсын ол? Жоқ, нормальный машина дегенде қалай, мысалы сенің лицоң бар да, қалада жүресің. Нормальный машина көп қой, блогер мініп жатыр, мысалы Lamborghini мініп жатыр, анау мініп жатыр, қандай әртүрлі Mercedes, Rolls-Royce мініп жатыр, соның біреуіне мін мысалы. Дұрыс па? Жоқ, тамыр негізі на топ машина бар ғой ше. Если сонымен сыйласатын болса бар ма, давно мінер едім шынымен Чина досым айтпақшы. Көрдің ба? Жоқ, онымен сыйласқанда емес, сен проект жинап жатыр деп атып, проекттің керек емес ол ше. Сен өзің үшін мінсей, қалада жүргенде сен түсесің, бір жерде тоқтайсың мысалы. Сен блогерсің да, мысалы, ютуберсің да. Сен танып жатыр. Сонда менің не істеп жатқаным, не жұмыс істеп жатқандарым, контенттерім қызық емес, обязательно немен жүргенім қызық болып тұр ма? Ой, ол онымен емес, просто көрдің ба, халық по-любому ойлайды ше. Ол жаттанды мысалы машина деген ол өзіңнің бір нең ғой сенің. Ең қара, мен ойымша сен бүйтіп айтасың. Сен нормальный машина, қымбаттық машина мінсең, халық сол кезде сен блогер деп ойлайды. Сол сіз айтып тұрсың ба сонда сен? Значит, нормальный машина мінбеді, болды сен блогер қатарына жатқызбай. Как примерно сондай болып тұр ғой енді. Мінсей, тек Лада мінесің мысалы. Тамыр, мінем десе мен давно мінем, еркекше едім. Если сонымен қадалып тұрған болса, сонымен қадалып тұрған болса. Мен онда қандай міне аласың? Міне аласың ба нормальный машина? Маған сомнениең бар ма? Сомнение болғанда емес, ол просто мінсең, міне алсаң мін. Жоқ, мінсем давно мінем тамыр. Жоқ. Маған сенбей тұрсың ба? Конечно, енді мінедің ғой соққайды,
міндің ба бір машина? Нормальный машина міндің ба? жоқ мініп жатырық қой айдап жүрген машина айналасында просто ше приора дейсің да базар жоқ ол кезде өткен шығар контентің ше а қазір сен ешкім тарай алмайды да дұрыс ше істеп жатырық қой нива бар веста бар жоқ мін жаңағыдай блогерлер мініп жатыр ғой ламборджини мініп жатыр роллс мініп жатыр иә көрдің бе олар уже жоқ боптал мен неге сонда халықтың алдында өзін блогер қылып сыйлату үшін неге мен ондай машина мінуім керек ол сондайды қабылдап тұр ғой халық блогерлер сөйтіп мініп жатыр ма значит сондай жақсы көреді типа сен ойыңша сонда типа нормальный машина мінсең сенің типа лицоң иә сенің көбейеді деп конечно қалада көреді сені адамдар баға береді адамдар қазір сондай болып кеткен ғой мен міндім ғой мінсем мінетін едім ондай емес қой уақыт өтіп бара жатыр блогерлер істеп тастап жатыр досым істеп жатыр мініп жатыр а сен қалып барасың тек проектті мен ютубқа көп көңіл бөлемін өйтемін бүйтемін дейсің да аналардан қалып барасың да мысалы мінсей міне алсаң жоқ мінсей болғанда ше бауыр мен мінемін десең еркекше бар ғой мін дейсің сонымен сыйласады екен ал бопта мен негізі осы жаққа айтайын осы әңгімені естіп отырмын ғой иә мен оларға ақталу үшін осындай қымбат машина міну маңызды емес маған одан ешқандай не жоқ та а сен айтып тұрсың конкретно қасымда жүрген бірге жүрген бауырым ше мінсем егер де соны не бересің маған мен де сол блогерлер сияқты жүріп сондай машина алып қойып берсем алдыңа әкелсем не бересің бергенде мен саған енді сен машина мінуің үшін мен бірдеңе бермейтін шығармын саған сен оны просто дәлелдесең осынша уақыт еңбегің келіп жатыр ма дәлелде нормальный машина мініп сондай ғой типа дұрыс па жоқ мен дұрыс па болғанда енді қараңдар бұл жерде мен екеуіңді де тыңдап отырмын ғой мади негізі мен білемін міне алатын адам да сен міне алмайды деп отырсың да мен больше негізі мына жаққа сеніп тұрмын да міне аламын десем мінемін деп енді қара халық нені қалап жатыр блогерлерден не үшін жаңа айтып жатыр ютуб бағаланбайды анау неге өйткені олар уже больше дұрыс жаққа бөліп жатқан шығар машинасын мініп халыққа көрсетіп үй алып жатыр олар көріп жатыр да типа вот сен айтып жатсың жаңағыдай приора жинап ол кезде вот базар жоқ көрді сені а бірақ қазір көріп жатқан жоқ та көбісі көру үшін бір нормальный лицо не істейтін машина алып нормально боптал сен айтып берген екенсің ғой мінсем не бересің енді мен саған міндетті емеспін да онда прям по факту кетіп баратсың ба по факту міне аласың ба точно по факту міне алсаң давай спор кетейікші осы жерде тамыр енді мына нормальный подкасттың бытшын шығардың ғой ше просто бүйтеді да қарашы бүйтеді қарашы жоқ габа сен қарашы біз мына жерде сұхбат беру үшін спор кетіп бара жатыр қарашы екеуің сөйлеп отырсыңдар да мен отырмын да мен де подкастқа келген адамдар бұл жерде екеуің тыңдап отырмын сендер спор кетейін енді қарашы мен бұл танимын досым ғой айта береді де ютуб бағаланады жоқ не қадалып қалдым соған жоқ мысалы боптал мінемін допустим конкретно жоқ міне алмайды деп куәсің ғой просто мінсей деп жатырмын да оған қанша уақытта міне аласың жүре беремін ғой сөйтіп мысалы проект дейді анау дейді оны бағалап жатқан жоқ бағаласын мейлі жақсы ғой бағалаған жоқ мінемін мен давай мерседес с класс дедің ба ой с класстан мінсең с класс мінсем мойындаймын да ол кезде ше вот міне ютуберсің лицоны айналдыр мінсем не бересің мінген жаңа айттым ғой міндетті емеспін бірақ давай спор кететін болсақ принцип кетейік аласың ба қашан аласың мен саған уақыт берейін онда давай бір екі айдың ішінде аласың ба бопты қойды бір екі ай демей ақ қояйын бүйтейікші бір екі ай емес бір ай 30 күн дейік мысалы 30 күн деген өйткені саған машина іздеуіңе ақша жаңағыдай бүйтуіңе табылса айттым ғой жаңа міне аламын деп тұр дұрыс па проектіге если мен көңіл бөлмесем міне аламын жина деп давай онда жина мін зато мен сені сол кезде мойындаймын мен как көрермен ретінде айтайын саған сонда қазір мойындамайсың да жоқ типа айтып жатырмын бопты давай мен қара мен мынандай 30 күн деп жатрсың ба қара мынандай мағынаны айтып жатырмын халық нені қалап жатыр иә сол нәрсе мін деп жатырмын ше давай сол нәрсеге келісейік 30 күнде сен айтып тұрған мерседес с класста мінемін да алдыңа әкелсем не бересің вот мін мысалы да не бересің бопты да халық айтса да мен оларға не үшін мен дәлелдеп олардан келіп кетер дым пайдасы жоқ та вот сен қасында жүрген адам айтып тұрсың ғой енді 30 күнде міне аласың ба 30 күнде жоқ коркиясына тоқта міне аламын 30 күнде қойсам миллион беремін мінсең еркекше айтпап көрдің ғой иә 30 күнде с класста келсең 30 күнде если мінсең мен саған 1 миллион теңге андай болмасын мінбей қалды если тоқта если міне алмай қалсаң маған 1 миллион теңге бересің бірақ ертең ой болмай қалды деген болмайды бұл еркек міне мен 30 күн 1 миллион қоймасаң машина мерседес с класс қоймасаң сен 1 миллион бүгінге қара все болды давай болды бірі как раз келесі айға дейін алып келсе сен 1 миллион қоясың дұрыс па давай арада 100 мың маған точно давай 100 мың маған конкретно точно келісті давай көрдің ғой куәсің ғой тамыр жоқ просто айта береді де сол давай мінсін деп жатырмын да подкасттың бытшын шығарыңдар негізі жоқ просто тамыр келіс алдынан болып жатыр да бұл ше тамыр енді короче бүгіннен бастап проект ана бизнесті пока қоя тұрайын осы жаққа барамын да айбек жалғыз өзің істей ме пока енді не қылып тұрсың көріп тұрсың ғой тамыр сонымен сыйласады екен ғой жоқ бұл ғана емес сен де айтасың ойбай проект құрып жатыр сол үшін мінсе давно мінетін давай осы жерде спор бір ай жұмысын бәрін тоқтатасың ба міне аласың ба точно қарай тұрады сен кәдімгідей принцип маған не қылмасаң енді уверен болсаң болды ғой
маған Кәдімгі принцип кетіп жатсың ба? көрейік та. Ала алсаң десе ала алмасаң бірақ болмайды андай. Бірақ тамыр ше, еркекшесін айтайын ба? 30 күн ауырдың әңгімесі негізі. Жоқ, сол үшін айтып мен сол үшін спорға не қойып жатырмын ше, честно айтайын. Бүйтіп нақты айтып жатырмын ше. Не болды на подкаст? Өз бастап көрдім. Блогер, ютуб бағаламайды. Мектепте болады ғой, дебатқа қатысатын балдар ұқсап екеуі. Жоқ, да, просто айта береді да, мынандай проект істеп жатырмын. Жоқ, халық не қалап жатыр, соны істеп көрсін да. Короче, Габа сен блогер ретінде мойындамайды екен. Сондай болып тұр. Получается. Просто айтып жатырмын да. Типа қымбат машина мінген. Мен айтып жатырмын, қазірдің Сен де өзінде болсын айтсаң. 3-4 машинасы бар да, мысалға. Алам десе давно, Мерседесті алам Көрдің десе ба, бұл жерде мысалға. уже аналар істеп жатқан нәрсені істесе, ананың 3 машинаның орнын басады да, көрдің ба? Ала алса. Бопты, кеттік. Хей? Қайқа кеттің ол? Подкаст түсіп саған. Бұтшын жағында ғой. Че там, қинамайды деп жатсың ба? Қинамайды деп жатсың ба? Верно? Че, не болды деймін да, просто бұзылды ғой. Болды, жиналып қайттық. Нені айтамын да? Подкаст не болды сонда? Болды, кекілен түсіреміз ғой, өш, мастер. Жуынып, шай, не істеп? Тамыр, болды, бір аймен андай нелерге. Болды, давай, кеттік. Габа, негізі намарғызын қайтпасың, несі бар да? Кетіп қалды. Сен мен спорт ете салым керек та? Мен, болыпты деп отырып. Маған кетеді, принципиально кетеді. Енді көреміз енді. Тұрың міне. Ой. Потолок. Ше? Түсті, халық көріп пі, заднее жоқ. Жоқ. Болды. Шығарасың ба сен сонда бұны, осыны? Болды, шығып тұр ғой. Конкретно көре. Стикті дәлел. Мен шығардым не шығармадым не палеон үйрен береді ғой. Просто самай ақ қой да, ала берсін. Жоқ, мен палеон көрсетем. Мына теманы жаба салайық да. Жоқ, жоқ, қол деген драп көмес конкретно. Арадан мен де 100 теңгем бар. Даже жарияламын. Даже халыққа жарияламасам да палеон миллион теңге болып тұр ғой, дұрыс па? Ақыр көрсете салмайын ба? Жоқ, болды, ақыр көрсете салмайын ба? Бекер кеттің ғой негізі. Енді 30 күннен үлгерсе десе, үлгерамаса береді де, бермесе сен тұрсың ғой көзің, мысалы айтасың. Өзім кестім, лично өзім кестім. Өзің көрдің. Қалта достар, мінекей кеше көрдіңіздер. Негізі баста үшеуміз отырып алып Қазақстандағы жалпы блогерлер жайлы бір тема талқылайық, топ блогерлерді анықтайық, блогерлер қалай көтеріліп жатыр, не контент істеп жатыр, кімнің контенті қызығырақ. Давай сол туралы бір темамызды қозғайық деп келгенбіз ғой негізі. Қайдан білейін аяқ асты былай спор болып кететін, бұндай. Короче, ұрыс болып кететін. Ұрыс болғанда да негізі ұрысқан жоқпыз, базар жоқ. Просто сәл андай бір сәл бір жүректе қалып қойды да. Сонда не обязательно блогер болу үшін қымбат машинамен жүру керек па деген нәрсе қалып қойды да. До того айтады ғой, қазақта сөз бар ғой, еркекті намыс, қоянды қамыс өлтіреді. Ана сөз намысқа тигеннен кейін, сонда короче, сондай қымбат машина міну керек па? Қазақстанда сен блогер деп көшеде сыйлап, көшеде фотоға түсу үшін деген нәрсе тақата қалды да, короче. И сонымен спор кетті. Мен көрсетер ғой, достар, өздеріңіз бәріңіз прекрасно естіңіздер. Негізі мен мінем деп тұрдым, базар жоқ, давай алсам алайын конкретно дегенім өзі айтты, если дейді реально мықты болсаң 30 күн ішінде мінетін болсаң, короче, Mercedes S-класс деді ма, қандай деді, мінетін болсаң, менен саған мотивация ретінде 1 миллион теңге деді да. Если мінамай қалсаң, сенен маған, мен оған 1 миллион теңге береді екенмін, короче. Анау вообще двойной, короче. Енді қолдан келгенше, мен былай қарасаң мүмкін емес шығар, бір айдың ішінде мүмкін емес қой Mercedes S-класс міну деген. Чем, достар, бір қазақта сөз бар ғой, чем істемей өкінгеннен гөрі рисковать етіп істеп өкінген сәл более нормально да ше. Көрейік та, может повезет. Может мен алып кетемін, короче. Сондай бір ой келіп тұр. Сондықтан да достар, короче айтқанда шегінерге жол жоқ. Тек қана алға. Көрейік, блогер болып, жалпы блогерді істеген жұмысымен, жалпы мен өзі қай платформада бармын, основной YouTube, Instagram, осы TikTok болса TikTok арқылы блогерліктен тапқан ақшамның барлығын жинап, құдай қаласа, осындай бір қымбаттық көлік міну керек болып тұр ғой, айтқанда. Сол кезде ел жұрт сыйлайды екен. Жалпы достар, не дейміз? Жалпы бүгінгі видеоны осындай қорытылайық. Көрейік, рисковать етіп көрейік, болса болып кетер, болмаса 1 миллион теңгемді, 1 миллион теңге 10 дайындау керек. Негізі өзімде де қорқыныш бар, бірақ істеп көру керек сияқты ойлаймын. Мүмкін біздің Қазақстанның ірі бизнесмендердің көзіне түсіп, поддержка ретінде бір реклама алып қалар. Енді осы видеодан кейін мүмкін алдағы уақытта мүмкін бағымыз жанып кетер. Сондай бір сезім болып тұр да ше. Енді достар, сіздер де осы видеоны көріп тұрсыздар ғой, мүмкін араларыңызда кәсіпкерлер бар шығар, ірі бизнесмендер өздерінің кәсіптерін жүргізулеріңіз келетін болса, достар, бүгіннен бастап мен 30 күндік челлендж бастап отырмын. Енді 30 күнде сіздерге жақсы бағада қызмет жасағым келіп тұр. Яғни айтқанда, енді 30 күнде маған барынша осы блогер болып ақша табу керек. Блогердің жұмысы не? Бұл жарнама. Кім деген өз кәсіптерінде жарнама жасағысы келетін болса, жазыңыздар, бағасын келісейік. Менен сіздерге керемет сапалы реклама, сіздерден маған жақсы бір қаражат болса деген ұсыныс жасап отырмын. Олай болса не дейміз? Толыққан достар, мен инстаграмдарымды,
Телеграмда барлығын описание қалдырып кетемін, сонда кіріп жазсаңыздар болады. Барлығын толыққанды оқимын. Ал жалпы бұл 30 күндік челленджді мен өзімнің осы Instagram, TikTok парақшаларымда күнде салып отырамын да. Ал соңын толық версиясын YouTube-қа соңында салатын боламын. Егер де сіздер күнде процесті көріп отырғыңыз келетін болса, онда менің сол Instagram мен TikTok парақшама тіркеліп қойыңыздар. Екеуін де сілтемелерін описание қалдырып кетемін. Күнделікті процесті бақылап отырсаңыздар болады. Жалпы не дейміз? Бүгінгі видеомыз осындай. Лайк басыңыздар, үйтіңіздер, бүйтіңіздер демей ақ қояйық, достар, өз еріктеріңізде. Ең бастысы бұл видеоны шығаруға мәжбүр болып тұрмын. Өзіме де қызық болып тұр. Яғни күнде 30 күндік челлендж басталды десек те болады. Ал осы результатты бір айдан кейін күтетін болсыздар, көріңіздер. Ал күнделікті процесті менің Instagram, TikTok парақшадан бақылап отырыңыздар. Осымен бүгінгі видеомыз тәмам. Комментарийға өз пікіріңізді қалдырыңыздар, ардынаға жазыңыздар. Результатты бізбен бірге тамашалап асыға күтіңіздер. Ал осы аман сау болыңыздар.